Келші ортаға, келші әңгімелесейік. Жалпы Замира анасың ғой, енді ана тұрғысынан қарағанда мен сені түсінем. Өйткені шынымен де балапандарын сенен алшақтап жатыр екен, е? Жалпы енді бұл дүниені сен демалыс күндері жолдаған едің, 2-3 күн бұрын, е? Суббота. Шешілді ме мәселе? Сөйлесіп көрдің бе? Әлі де сөйлескен жоқсың, е, балалармен? Әлі де сөйлескен жоқпын. Бірақ та шынымен де балдарын сағындым, бірақ та енді қолдары тимей жатыр ма екен деп ойладым, енді үйге келмей кетті да енді. Мен болмаған кезде де келу де мүмкін ғой енді, бірақ та мен сестренкам, мамам енді школға барған кезде, жинасқа барған кезде көріп жүреді, ал бірақ та мен тек мен ғана көрмеймін. Новый год қада ештеңе керек емес деп не қылды, тасын салып телефонды, маған ауыр тиеді. Түсінем ғой енді, Замиражан, бірақ енді өзің қарашы, мәселе неде болып тұр сонда? Сағынған екенсің, барып көріп кел, өзіңмен бірге алып кет. Демалыс күндері бір жаққа барып қыдырыңдар деген. Мен барғым келмейді ол жаққа қарай. Мен балдар өсіп келу, мен бармаймын да өздері келіп тұрады. Мен барып, есік алдын қағып, тұрғым келмейді, бір видеокамераға снимать етіп алып, жаман ойлап қалады ғой, мен ұрсысып, нервімді құртқым келмейді. Жоқ, негізі алдын ала, мысалы, қоңырау шалып, мен балаларды алып кетейін деген. Мен бұрын күйеуім нөмірін білмеймін да. Енді ата-анасының нөмірін білетін шығарсың. Үйдің нөмірі бар. Балаларыңның нөмірі бар дегендей. Мен сендерді алып кетейін деген ниетім бар, балдардың телефон жоқ. Көрейік. Сол енемнің нөмірі ма, білмеймін кімнің нөмірі екен. Жалпы енді бұл жерде қазір сенің айтып отырғандарың көбінесе сылтау. Өйткені егер жолды табам десең, сен ана жүрегі қашанда табады. Кезінде мысалы аналар балаларын қан майданнан мысалы өздері іздеп тауып алып келгендері де болды. Бұл жерде енді сен қайда екенін білесің, кіммен екенін білесің. Мүмкін соған ренжіп жүрген шығар олар, сенің тарапынан талпыныс болмағанына. Білмеймін, бұрында да жарайды енді айырылысып кеткеннен кейін ата-енем жамандаса да, не қылса да маған қарай келетін енді. Енді қазір білмеймін, енді адамдардың бәрі жаман көретін шығар, я көршілерің, бай сенің келінің қазір бүйтіп жүр, реалити шоуда бай іздеп жүр, бүйтіп жүр, сөйтіп жүр деп, бәлкім жаман дейтін шығар енді. Балдар енді айтқан сөздерге сене береді ғой, бала болғаннан кейін. Ендеше қазір сол өз тарапыңнан өз түсінігіңді айту мүмкіндігің бар. Мысалы, балаларың осында болса, не дер едің? Не айтарымды да білмеймін. Онда бірге ойланып көрейік. Мысалы, балапандар, білесіңдер ғой, мен сендерді жақсы көрем, сағынам қатты. Күйеумен ажырасқанда былай болды да, мен балдарымды тартып алмашы, екеуміз ара шешекші, мен балдарды ата-енем өсірді ғой енді. Мен де сондай бір қатыгез жауыз адам емеспін, ата-енем өсіріп, көздерінен қандарын ағызып тұрып, насильно алып алатындай, мен ондай жауыз емеспін ғой, мен ата-енем өсірді ғой осы кезге шейін. Ажырасқан кезде мен олай істегенде жоқпын, қойшы деп қоя салдымшы. Ал енді осы кезге шейін көріп жүрдім, ал енді балдар өсті, может быть, қарсы қойды ма, білмеймін да. Жоқ, мен қазір де сол кезде жындағаны до такой степени қатты ойладымшы. Пофигу, жарайды, екі баланы асырай алмасам да, енді сотқа берсем де, енді суд жындамайыншы, менің жағымда ғой. Екі баланы тартып алайын ба деп, енді олар жарайды, үйреніп қалды, мен тартып алмайын, мен онда жауыз емеспін. Бірақ та мен күйеуге шығып кеткен жағдайда да мен тартып алмаймын ғой, просто. Мен ондай істегім де келмейді, мені жауыз ретінде көрмесін, мен балдарға я болмаса ата-енеме жаманшылық тілемеймін ғой. Просто олар маған келіп кетіп тұрса болды. Ал мен оны осы кезге шейін басқа көзқараспен қарап жүрдім, сабақта мен мынаяқта сөйтіп жүрдім. Ал мен оларды до такой степени көрмей кеттім. Телефоны тастағаны мен маған қатты тиіп кетті ол кезде. Жалпы қазір эфирді осы мәселеге қатысты жандар көріп отырса, Замираның бұрынғы ата-енесі мысалы, біздің эфирге хабарласып өз пікіріңізді білдіруге болады. Телефон нөмірін қайталап өтейін: 889 080 99 99. Замира,
баланы көрсетпесе бір жөн. Мысалы, бала мен барам деп тұрып, жоқ сен бармайсың, шешеңді көрмейсің десе, иә, бұл жерден мысалы заң сені қолдайды. Бірақ енді баланың өзі талпыныс білдірмесе, мүмкін қателік сенен кеткен шығар. Білмеймін. Енді қарсы қойған шығар, кәдімгідей сенің мамаң осындай, сенің мамаң ұрысқақ, енді бала ғой, енді класстастары не білсін.